Әжетханада сөйлеме. Пайғамбар заманында бір жігіттің әжетханада отырғанда сырттағы кісімен сөйлесе беретін жаман әдеті бар екен. Мұны байқаған әкесі: «Ұлым, дәретте отырғанда сөйлейтініңді байқадым. Мұның теріс дағды» дейді. «Онда тұрған не бар, әке?» «Әрбір сөзді жазып алатын екі иығыңда екі періште отыр. Оның атын кітапта Кироман Катибин дейді. Періштелер өте пәк жаратылыс. Адам әжетханаға кіргенде олар лас жерге кірмей, тыста тұрады. Сен әжетханада сөйлесең, періштелер сөздерді жазу үшін амалсыз шайтанның үйіне кіруге мәжбүр болады. Бұл Құдайға ұнамайтын қылық», деді әкесі. Бала жаман әдетінен тыйылыпты. Әжетханада сөйлеуге болмайды деген тыйым осылай қалыптасқан екен. Әжетханада түкірме. Шайқы-бұрқы бірде ібілісті көріп қалады. «Әй малғұн», дейді оған дауыстап. «Осы сен адамды азғыруыңды қашан тоқтатасың? Мен оны өлгенше азғыра беремін. Әлсіздердің иманын алмай қоймаймын. Мен үшін ең қолайлы сәт өлім сәті», депті. Шайқы-бұрқы: «Не үшін олай дедің?» «Пенденің ақтық демі тақағанда оны шөл қысады. Бірақ қасындағы ет бауыр жақындары науқастың бұл халінен бейхабар болады. Сол кезде иманды ұрлауға мен келемін. Бір тамшы суға зәру болып, қаталап жатқан бейшараға кесе толы суды көрсетемін. Алла жоқ, пайғамбар жалған деп айтсаң, мына суды беремін деп алдаймын. Егер оның сенімі әлсіз болса, менің дегеніме көнеді. Иманын бір кесе суға айырбастайды. «Малғұн, бір кесе таза суды саған кім береді?» деп сұрайды. «Менде таза су жоқ. Кеседегі су оның өмір бойы әжетханаға түкірген өз түкірігі. Әжетханаға менің үйім болғандықтан мен оның бәрін жинап сақтаймын. Иманын сатқан сәтте түкірігін бетіне шашып жіберемін», депті шайтан. Шайқы-бұрқының тұла бойы түршігіп кетеді. Содан бастап әжетхана ішінде түкіруге болмайды деген тыйым қалыпты. Аспанға қарап түкірме. Ібіліс періштелерге ұстаздық етіп жүргенде тәкаппарлыққа ұрынады. Бойындағы білімін қайда жұмсарын білмейді екен. Бір күні түкіре беретін әдет тауып алады. Көкте отырып жерге түкіреді екен. Түкірігі тиген жерден насыбай өсіп шығыпты. Тәкаппарлығы көңіл көзін бітеп тастайды. Қазақта «көзін шел басыпты» деген тіркестің төркіні «көңіл көзін шел басыпты» деген сөзден туыпты. Бір күні мас болғаны сонша аспанға қарап түкіреді. Періштелер көктегі жәннат былғанбасын деп түкірігін қағып алыпты. Бұл ібіліске қызық көрінгені сонша, қанша періште болса сонша рет түкірген екен дейді. Сол кезде Тәңірі тағаладан аспанға түкірме деген тыйым түседі. Ібіліс сол кезде барып тоқтапты. Ал түкірігі әлі күнге дейін аспанда тұр делінеді. Қиямет қайым келгенде түкірігі басына от болып жауады екен. Содан бастап түкірігі жерге түспей тұр деген тіркес шайтан сипатты тәкаппар, мансапқой адамдарға қатысты айтылыпты. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жырлаған бір аңызда ібіліс шарап ішкен екен. Аузына ащы дәм келеді. Одан жиіркеніп кетіп түкіріп жібереді. Бірақ түкірігім жәннатты былғайтын болды деп жан ұшырып: «Иә Тәңірім, түкірігімді жерге түсірме» деп жалбарынады. Құдай тілегін қабыл етіп түкірігін жерге түсірмейді. Аспанда қалқып тұрып қалыпты. Қиямет қайымда сол түкірігі ібілістің басына от болып жауады деседі. Ойда жоқ болам деген бір күн харап. Мас болған ғапілдіктен ішіп шарап. Түкірігім жерге түсіп қалмасын деп түкірген созып мойнын көкке қарап. Аз күнде қылып өткен көп арманын қойған соң Құдай беріп бұ жалғанын. Түспеген түкірігі сонда жерге, Құдайым қабыл етіп ойға алғанын, деп мәшһүр Жүсіп жырлайды. Халық түсінігінде аспанға түкіру Тәңірді ренжітумен бірдей. Адамға түкірме. Аңыз қиссаларда ібілістің жаман әдеттерінің бірі түкіру деп айтылады.
әлімсақты аспанға түкіремін деп Тәңірді ренжітеді. Онан кейін ұлық Алла адамды жаратқан кезде ібіліс періштелерді ертіп адамды тамашалауға келеді. Ібіліс адамның қарнын ұрады. Сол кезде даңғыр ете қалған дыбыс шығады. Ібіліс: «Ішің даңғырлақ екен, сірә мақтаншақ боларсың. Бүкіл өмірің осы қарныңды тойдырумен өтер», деп қарынға түкіріп жібереді. Ібілістің түкіріп адамның кіндік тұсына түскен екен. Тәңірі Жәбірейілге: «Ібілістің түкірігін алып таста», деп бұйырады. Жебірейіл түкірік түскен жерді ойып алып тастайды. Ойылған жерден адамның кіндігі пайда болыпты. Жаббар хақ кіндіктен ойылып алынған бір шөкім балшықтан итті жаратады. Ит осылайша әлімсақтан адамның серігіне айналады. Ит адамның кіндік балшығынан жаралған соң терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Ібілістің бойында қызғаныш оянып, адамға кектенеді. Адамға тиісейін десе, Тәңірден қорқады. Бір күні адамға қарап тұрып: «Тәңірі сені несіне жаратқан? Түрің құрсын», деп бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап Ібіліске тап береді. Ібіліс итке ашуланып, қаһарын төгеді. Ібілістің қаһарынан ит тоңып өледі. Хақ тағала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың терімен қаптайды. Адамның шаңырағынан мекен береді. Ал Ібіліс адам бетіне түкіргендіктен адам әртүрлі кеселге шалдығатын болыпты. Әлімсақтан бастап адамның бетіне түкіруге болмайды деген ырым қалады. Кісіге қарап есіне ме? Ертеде Мұхамбет пайғамбар сахабаларымен сұхбаттасып отырыпты. Жүрек көзімен қараса, жандарында Ібіліс те жүр екен. Пайғамбар одан: «Әй малғұн, мұнда не істеп жүрсің?» деп сұрайды. «Мен үшін қолайлы мекеннің бірі есінеген ауыз. Ауызы ашып есінесе, байқатпай түкіріп жіберем. Сосын ол адамның аузы бейпіл сөзге бейім келеді», депті. Пайғамбар оның сөзін естіп селк кете қалады. Сол сәтте Тәңірі одан қорғанудың сырын ашады. «Адамның оң қолында менің шарапатым болады. Есінеген адам алақанымен аузын жапсын. Сол кезде Ібіліс ол ауызға ылаңын сала алмайды», дейді. Содан бастап пайғамбарымыз сахабаларына есінеген кезде оң қолының сырты мен аузын басу қажет екенін ескертіпті.